Баршаңызға қайырлы күн, сіздермен пайдалы және қызықты арнасы. Видеоны соңына дейін көріп, каналға тіркеліп кетіңіздер. Біріккен Араб Әмірлігі туралы 20 қызықты факт. Небәрі 40 жыл бұрын бұл елдің орнында ештеңе болмаған, яғни үздіксіз шөл болған. Бұл ел әлемдегі ең бай елдердің бірі. Мұнда 59 мың долларлық миллионерлер бар. Бұл елде өте жақсы әлеуметтік қолдау бар. Ұлдың дүниеге келу үшін мемлекет отбасына 50 мың доллар бөледі. Үйлену тойына 19 мың доллар мен вилла бөлінген, ал мемлекеттік қызметкердің жалақысы 10 мың доллар, бірақ тек жергілікті тұрғындар үшін. Бұл мұсылман елінде көптеген тыйымдар бар. Алкогольді ішуге және тасымалдауға, мемлекеттік ғимараттарды, тіпті кейбір көрікті жерлерді суретке түсіруге, сондай-ақ әйелдерге көшеге қоқыс тастауға және автостоппен жүруге болмайды. Бұл жерде сөз бостандығы шектелген. Шейхтер, жалпы байлардың өмірі туралы әлеуметтік желілерге жазуға тыйым салынады, өйткені телекоммуникацияларды қадағалау комитетінің мәліметінше, оларда зиянды ақпарат бар. Бұл жерде өлім жазасы қолданылады, басын шабудан бастап таспен ұруға дейін. Араб әмірлігінде есірткі үшін олар кем дегенде 10 жылға бас бостандығынан айырылады. Бәлкім, мұндай қатаңдықтың кесірінен бұл жерде қылмыс жоқтың қасы, тіпті қалта ұрылар мен көлік ұрлығы аз. Мұнда жол қозғалысын бұзған үшін 800 доллар айыппұл салынады. Араб әмірлігінің аялдамаларында кондиционер бар. Бұл жерде қыс жоқ. Қаңтар мен желтоқсанда ауа температурасы күндіз +28, түнде +18, ал жазда жалпы алғанда +50 градус шамасында ыстық болады. Климаты өте ыстық және ылғалды. Мұнда бәйгенің орнына түйе жарысы ұйымдастырылып, роботтар түйелерді басқарады. Шөлдегі джип сафари де танымал. Мұнда алтынды барлығы және көп мөлшерде сатып алады. Бір жыл ішінде әрбір тұрғын кем дегенде 38 грамм алтын алады. Ал үйлену туралы ұсыныс кезінде ер адам қалыңдыққа 5 келі алтын беруге міндетті. Болашақ жарды таңдауды ата-ана жасайды. Некеден тыс қарым-қатынастар үшін айыппұл немесе тіпті 3 ай түрмеде отыруға болады. Көп әйел алуға рұқсат етілген, бірақ ол қымбат болғандықтан бірте-бірте қолданыстан шығып келеді. Араб әмірлігінде су мен электр қуатына қатысты мәселелер бар. Мұндағы су амалсыздан тұссызданады, коммуналдық қызметтер өте қымбат. Көшедегі адамдар өте қарама-қайшы киінген. Ашық киінген ханымдар паранжа киген әйелдердің қасында кездеседі. Әдетте олар туристер. Олар тым ашық киінген үшін айыппұл салуы мүмкін. Әсіресе, егер мұндай формадағы әйел серіксіз жалғыз жүрсе. Көлікте әйелдер мен ер адамдар бөлек жүреді. Олардың әртүрлі метро вагондары, автобустардағы секциялары және тіпті таксилері бар. Әмірлік метросында жүргізуші жоқ, ол автоматты түрде басқарылады. Бір картамен барлық көлікке төлеуге болады. Мұнда сауданы дүкендерде немесе базарда жасауға болады. Рамазан айында мұсылмандардың ұлы мерекесі, көшеде ішіп жеуге болмайды. Бұған рұқсат етілген кейбір қоғамдық орындарда терезелер мөрленеді. Ережені бұзған үшін айыппұл салынады. Бұл жерде ораза кезінде өмір түнде оянады. Сол кезде тыйымдар жойылады. Араб әмірлігіндегі ең сәнді қонақүй Эмиратес Палас 11 миллион доллар болатын, биіктігі 13 метр болатын шырша орнатты. Ол нағыз әшекейлермен безендірілген. Сонымен тәуелсіздік күніне 28 ірі қонақүйдің аспаздары дайындаған торт ұзындығы 2530,8 метр болатын өлшеммен Гиннестің рекордтар кітабына енді. Әлемдегі ең зәулім ғимарат Бурдж Халифа Араб әмірлігінде орналасқан, биіктігі 828 метр.